Баршаңызға қайырлы күн. Үйге аяқ астынан қонақ келіп қалған жағдайда үйдегі бар заттардан тез әрі оңай дайындалатын пирог даярлайтын боламыз. Бізге керек заттар: шекер, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш, май және үйдегі кез келген тосап, яғни варенье қажет. Аталған заттың барлығын бір ыдысқа осылай біртіндеп құйып, қасықпен жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне ұн мен қопсытқышты салып, қамырымызды қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа деңгейде илейміз. Яғни тым қатты, тым жұмсақ болмауы керек. Қамырдың жұмсақтығы видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай деңгейде болуы қажет. Енді қамырды 2 минутқа бетін жауып қоямыз. Июі қанған қамырды осындай бір үлкен, бір кіші бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігі пирогтың астыңғы жағы, кіші бөлігі пирогты әрлеу үшін жеткілікті. Қамырдың үлкен бөлігін алып оқтаумен жайып шығамыз. Яғни видеода көріп тұрғандарыңыздай қалыңдықта болуы қажет. Тым қалың, тым жұқа болмауы керек. Дайын болған қамырды пергамент қағаз төселген табан үстіне қоямыз. Қойылған қамырдың үстінде менде алма тосабы осылай жайып шығамыз. Кез келген тосап түрін пайдалансаңыздар да болады. Екінші бөлігінде дәл осылай жайып алып, әдемі көріну үшін ирек қып кесіп алдым. Осылайша пирогты әрлеп шығамыз. Үстіне жұмыртқаны жағып, дәмін одан сайын керемет әдемі қып келтіру үшін үстіне грек жаңғағын септім. Пешімізді 200 градусқа қыздырып аламыз. Градусын сосын 180 градусқа түсіріп пешке саламыз. Яғни 180 градуста 20-25 минутта дайын болады. Осымен біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Iconi Food каналына тіркеліңіздер.